жейдеңіз ерекше екен, иә? Орындықпен бірдей. Қалайсыз? Байқап қоясыздар ғой. Иә. Айдаһардың суреті ме? Иә. Айдаһар дейсіз ғой. Динозавр. Рептилия ғой. Рептилия. Қалайсыздар? Мен жақсымын деп жатырмын. Сіз? Күштімін. Көркем? Көркем жақсы деп ойлаймын. Кездесу болды ма? Болды. Ойланып айттыңыз ғой. Қорқып кеттім ғой. Қалайша кездесу болмады деп. Енді ойланып сөйлейін деп шештім де. Неге? Қай жағдайлардан кейін, қай оқиғалардан кейін? Оқиға емес, бүйтіп ойланып отырдым да үйде. Неғып мен ойланып сөйлемейін деп, енді ойланып сөйлейтін болдым. Солай шештім енді өзім. Ал көрейік қалай болар екен, Көркемді студиямызға шақырайық. Келіңіз, Көркем. Қош келдіңіз, Көркем. Қош келдік. Көңіл-күйіңіз жақсы сияқты. Тамаша. Демек, кездесуден алған әсеріңіз жақсы ғой. Иә. Бұлай кездесуде жаңақан бірінші кездесу болғанда әсер беретіндей кездесу болмады бұлай. Танысу, білісу, сырласу сондай болды ғой негізі. Ал сол танысу, білісу, сырласудың дәлелі ретінде сурет видео неге жібермедіңіздер? Мен енді шыны керек кеше түсірдім ғой бұлай. Енді бұлай бірінші кездесіп жіберіп ойладым да, тамақ ішіп отырып бір дүние болмады негізі бұлай айтқан кезде ғой. Мен өзім парақшамда бар ғой. Сторис салды ғой. Негізі жіберейін ба деп ойладым просто. Не істеймін, жіберіп. Әуре болар. Жоқ, жаңахан андай. Нұрсұлтан саған үміткер может ұнамаған шығар, содан кейін сен сұрақ келмеген. Бұлай ғой. Түспеді, білмеймін неғып екен. Сондай болып қалып моментше просто әңгімеміз қызып кетті. Сөзбен сөз, сұрақтан сұрақ, жауаптан жауап, тынбай сөйлесіп кетті. Яғни историяға түсу, не істеу ол ойда да болмады. Шәй болып жатқан бір түсірдім. О 20 секунд болды. Қанша уақыт кездестіңіз сонда айтып өтсең? 2,5 сағат қой. Почти 3 сағатта отырдық. Солай ғой. Мен негізі бір сөйлессем 3 сағаттан кейін сөйлеспеймін. Бір әңгіме бастырып. Жаңағы бір қызығы бар ғой. Қандай? Мына жақта конкурс болып жатыр. Біз ішке кіріп кеттік қой сырласуға. Енді мына жақта уже шығу керек. Мен киімді ауыстыру керекпін. Ялып жатырмын ғой. Көркемнен бар ғой, барып қазір қалай мен деймін да не істейді екен ол. Шынымен ялып тұрдым мен. Басқа жақта ауыстырайын дедім. Жоқ, сырласуды ауыстыра берді. Сөйтіп кірдім, бұл түсінбей жатыр. Пакетті алып орамал мына бір бүйтіп байлау керек. Айтпақшы Шынар ханымға көп рахмет, кеше көмек прям жүргізді. Шина, рахмет. Звезда бәрін үйден істеп келді өзі. Көп рахмет. Біздің стилист, иә, түсінбей қалсаңыз. И соны кірісіп кетті бұл бір кезде бар ғой. Ана жақта бәрін бүйтіп тартып байлап отыру. Мен отырдым енді. Молодец, пысы қол андай да фу көйлектілерге кесіп тастады. Сәл бетіңіз туралаңыз, өйтіңіз. Мен ештеңе істемеймін бұл айтқанға. Мен айтқан бойлап. Жарайсыз, Көркем. Отношениесі күшті екен да, юмормен қабылдап жатыр да бәрі нәрсені. Мысалы, кейбір келіп жатыр ғой пікірлер. Ялмайсың ба, үйтпейсің көп келеді ғой ондай нәрсе пікірлер. Несіне яламын деймін да бұлай. Жақсы деген юмор деген нәрсеге. Сөз сол қасиеті қатты ұнады, қатты беріліп. Кірген кезде де көріп тұр ғой, переживать етіп, не істегенше бүйтіп эмоциямен отырып күшті болды, ой, бүйтіңіз. Әсел ханым дұрыс демеді негізі. Әсел ханым дұрыс. Ұстамайтын жерлерін бәрін ұстап. Солай болды жаңағы. Әсер негізі сырласуда болды. Одан кейін шыққан кезде әңгіме барысы. Несі ұнады маған? Несі? Сөйлеу. Сөйлеу? Мысалға, бұлай еместі жаңағы көп үміткерлер бар ғой, андайда бірінші келген кезден, бірінші кездесуден бәрі емес, айтады, болды, мен ғашықпын, болды, мен сүйемін деп айтады ғой. Болды, мен болды, жүрегім жауабым. Мен сол нәрсеге сенбеймін да ешқашан. Бірінші кездесуде қалай ол жігітті не болып қалады деп. Бұл жақтың айтып жатқан сөзі жоқ, мен бірінші көрейін, танысайық. Мен бір екі-үш күн бүйтіп танысып көрсек, кейін бір-бірі болмай қалуы да мүмкін ғой, мысалы, бәріне де қорқып қалдық қой неден. Не болады ғой десем, жоқ, мен ондай еш нәрсеге ондай нем жоқ деп ана
бәрін легко қабылдап жатырдар да қатты былайынан уже қалай айтсам болады розовый жоқ деген сөзге келеді да ол сөз былай келген кезде. Сіздің басты талаптарыңыз да сол еді ғой, иә? Өмірге тура қарайтын реалист болу керек. Реалист. Сол жақтары ұнады. Енді бар бір келмейтін жақтарымыз бар. Қандай? Ол онша былай айтарлықтай жағдай емес, бар енді кішігірім да. Сөйту керек. Бағана да Жұлдыз айтып отыр, мен аулау керек, мен ол 100% адам ешқашан бір-біріне сайма-сай болса, ол қыз қылмай қалады. По-любому бір адамның ол не может быть ол, даже егіздер бір-бір мінездері басқа болады да, ол екі адамда 100%-та 99%, 1% дұрыс емес болады да, ол адамдар ол тура былайынан келетін ол нәрсе ешқашан болмайды деп ойлаймын мен. Солай. Сізді көркем Нұрсұлтанды тыңдадық. Сізді барынша мақтап жатыр, пысық деді, сөйлеуі жақсы деді, түсінігі мол деді. Ал сіз Нұрсұлтан жайлы не айтасыз? Кеше негізі сырласу бөлмесінде де біраз әңгімелестік. И эфирден кейін шықтық, пригласил. Сояқта да бір 2,5 сағаттай біраз әңгімелестік. Сұрақ жауап болды, бір-біріміз таныдық. Жаңағы айтып жатқаным, былай сразу любовь с первого взгляда ондай жоқ. Бірінші адамды сұрап білу, көру, қандай ситуацияларда өзін адам қандай поведениемен мысалы жүреді деген сияқты. Сосын енді толыққанды білдім деп айта алмаймын, бірақ барынша сұрастық, барынша білістік. Бірақ маған өзіме қызық болып тұр Нұрсұлтанның кейбір қасиеттері келмейтін деген нақтырақ айтсам. Иә, Нұрсұлтан, көркемге де қызық екен. Қай бір мінездеріңіз сай емес? Мінез емес ол жаңағы. Жоқ, қасиет или Ол қасиет емес ол. Ол не онда? Былай айтқан кезде машина бір қысқа киетін дәсінде болады да мысалы. Кеше инстаграмды көрген, содан деп ойлаймын. Жоқ, ол мақұл, ол кейін түзелді. Сол жақта бір-екі мелочь нюанстары былай айтарлықтай не емес. Кейін жаңағы бір несі ұнаған жер деп те айта алмаймын. WhatsApp-тан жазамын ғой, қалай жеттің, не істедің. Кеш келеді ответ. Ұнаған жер сол? Ұнаған Ұнаған жер. Сондай ұнайтын негізі бар ма? Шыны керек. Жоқ, былайдан да Бірде жоқ болса сізге ұнамайды. жоқ, негізі ол бірден мен де сондаймын да, мен де сондаймын. Маған да жазса, мен де біраз сұрап Көрсеңізші, егер мүмкіндік болса, қазір жауап беруге. көріп тұрамын да деп алған бар, көріп тұрамын. WhatsApp-та келеді ғой сообщение, көріп тұрамын да, соған жауап берсе керек еді вообще не Мен түсінейінші Диана ханым неге екен. Иә? Өйткені ол ойлайды да, негізі қыздар долго отвечать етпесе, олар андай недоступны, недосягаемый, гордо деп ойлайды да, соны якобы ол жаулап алса, өзін бір жоғары сезінетін дейді. Бір титулдағандай. Иә. Ол сондай өзіне себептеп құрып алған, миына немесе. Жарайды, мен сұрағым бар еді, қойсам бола ма? Иә, сен жаңа ойланып сөйлеймін депші. Негізі күшті идея, еще и жыбырламай сөйлесең, вообще күшті болады, не да? Қатып кетеді. Иә? Ол сұрақ емес, сұрақ мынандай. Қош келдің. Сұрағыңызда маған болды қой, бағдан бары сұрақ болмаса. Жоқ, негізі серьезный сұрақ, сұрақта емес даже претензиям бар еді. Кіндігіңізді ашып келуіңізге негізі ойламайсыз ол дұрыс емес деп бұл жерге. Сен сұратын сұрағыңды Мен кіндігім ашып тұрған жоқ. Мен қоятын сұрақ, мен кіндік ашуға қарсымын. Мен қысқа киюге қарсы болмасам да, мен кіндік көрсетуге менің әйелім бикинимен подиумге шықса да мен қарсы емеспін деген соң не айтып жатсың? Сендер емес пе ана жаққа бүйтіп шығуға болмайды, қаншама халықтың алдына деп. Мен алдыма бұтына не жауып қойдым емес пе? Саған жат десек жатасың ба не? Немене жатасың ба? Біз өзің Саған нормально ма? Жарайды, мені қойшы, саған нормально ма? Сен екенің машина ашып келіп. Просто сен қойдың сұрағын естіп отқан ғой. Сен менің егер өткенім сөйтіп шын ашып келетін болса, сен сұрақты осы жерде қоятын ба? Ол мен қоятын сұрақ. Сен қарсы болатын ба едің? Қазір неге қарсы болмайсың? Неге? Мен қарсымын айтып қысқа киіп тұр. Жоқ, Асхат, мен мына жерде түсінбеймін да. Бұл несіне именно сен қойып отырсың, келіп сен қыздарды өздері кіндіктерін ашып береді ғой алдында тұрып алып. Мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Жоқ, мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Бұл Нұрсұлтанның мысалға будущий әйелі болуға мүмкін, әбден мүмкін, иә? Біріншіден, мен бауырыма переживать етіп жатырмын. Иә? Ол біріншіден. Екіншіден, маған мысалға Гаухар бар ғой? Мен Гаухар, Ганя. Сол айтқан, мен осы жерге кезінде бір шығып еді ғой. Шыққан кезде мен ішімді ашып шыққан болатын дейді. Сол кезде, содан кейін мен қатты алып қалдым деді. Негізі, мен ондайға сенемін. Мүмкін адамның көзі
міне именно іс жақта ол кіндікке түсуі мүмкін. Именно сондықтан ол денсаулыққа влиять етуі мүмкін, иә, ертеңгі будущее влиять етуі мүмкін. Поэтому мен Нұрсұлтан үшін переживать етіп жатырмын. Сен ондай сұрақ қойған. Я айтып жатыр жаңағы кіндікке көз түседі ма дейді. Мен бірінші рет естіп жүрмін, ондай бар ондай. Қай жерде бар екен? Қай жерде халықтың ішінде бар. Ауырып қалған адамдар бар, содан кейін айтып жатыр. Кіндікке көз тиген ауырып қалады, иә? Енді бірінші кіндікке суық тисе адам ауыруы мүмкін. Сакинаға айтамын дейді, міне. Сәкен аға, не істейміз кіндік мәселесін? Май жағып, жоқ, Асхаттың айтқанында не бар? Жан бар дейсіз. Жан бар, ол действительно, кіндік әйел бала кіндікті ашып ешқашан жүруге болмайды, ол болашағында болған соң өте зиянды нәрсе, ол расымен бар нәрсе. Жоқ, қай жерде ашып жүруге болмайды, мен түсінбеймін да, пляжда қалады дейсіз. Вообще ашып бәрі алып қалады ма сонда? болмайды. Жоқ, сіз енді қараңыз, именно кіндікке көз өтетін деген тұжырым бар ма сондай? Түрге өтеді, сөзге өтеді, әдемілікке өтеді, неге өтеді, кіндікке не? Бәрі бірдей ол кіндіктің бәрі. Сен, Нұрсұлтан, сен білетіннен көп. Сондықтан Лично сол жазуды кіндікке көз өтетініне екеуміз көрсетіңіздер маған. Білгіш болсаңыздар. Жоқ, Нұрсұлтан, енді бұл бір сұраққа қатты қадалмайық, сізге жалпы пікір ретінде қойылып қой. Сіз үшін, сіздің жарыңыз, кездесіп жүрген аруыңыз егер осылай кіндігін көрсетіп киініп жүрсе, қалыпты жағдай ма деген сұрақ. Негізі жаңағы соңғы кезде қысқа келген ұнап қалатын ғой. Жоқ, қалыпты жағдай емес, қалыпты жағдай емес. Әзірге Диана ханым, бұлар мені түзейме десе, қысқа келген ұнамайды деген, мен наоборот мына жаққа көшіп барсам, бұлардың бәрі мына жаққа қарай көшіп барады ғой. Сен бұзыласың біз. Мен ендерді тыңдап жөнделіп келемін ғой. Жоқ, сен тыңдап кетіп Мен тоқтаңдар, қайтыңдар. Ол жақта жаман деген. Анар ханым. Жоқ, жаңадан қосып өтсем болады, Асхат, сен жаңа жаныма ашып отырсың ғой, бір-екі эфир ғана болды ғой, или үлгердіңдер ма, мен бұл сұрақ түсінбедім де, сен ойын ретінде айттың ба? Нұрсұлтан, мен досым емес деп айтып едім ғой, жаңа қазір жаңаша ретінде айтып отырмын дедім. Бауырым дедім ғой. Қазір Досым емес, сонымен бауырым ғой. Бауырым ғой, ақа. Анар ханым. Көркем, қош келдіңіз. Сізге сұрақ, Нұрсұлтан екеуіңіз кеше жеке сөйлескенде сіз сұрадыңыз ба Нұрсұлтаннан, осы жобада отырғаннан бөлек жұмыс жасай ма, қай жерде жұмыс жасайды екен, сол жағын бәрін сөйлестіңіздер да. Мен просто өзім білмегенді сұраған жоқпын. Иә, сосын мен как заметила, Нұрсұлтанға сондай деловой қыздар ұнайды, которые көп жұмыс істейтін, андай, такой, знаете, состоятельный. Сондай қарайтын сияқты сол жағын почему-то Нұрсұлтан, сізден сұрап тұрмын ғой, сізге сондай қыздар ұнай ма? Состоятельные, такие деловые. Сіз сұрақ қойыласыз ба? Жоқ, Мен сізге сондай тип маған көрінеді деп айтып жатыр да, солай ма деп сізден сұрап жатыр. енді былай ғой, Анар ханым, это банальный вопрос деп санаймын, біріншіден. Екіншіден, мен бір Альфонс болып жүргенін көрдіңіз ба, бір бай қыздардың артынан сондай ұнайтындай мысалға ше. Сондайға қарайсыз. Енді қараңыз, или мен бір ақша сұрап жүргенін көрдіңіз ба, бір қыздардан. Мысалға қараңыз да, сіз бүйтіп айтып жатсыз да, типа, Құдайға шүкір да, я же мужик же. Әңгімесі жоқ, мен әйелім жұмыс істесе де, мен әйелім тапса да, маған да ұнайды оны, кімге ұнамайды, это нормально. Бірақ мен еркек болғаннан кейін, полная ответственность менікі, а желательно менің будущий жарым слишком деловой емес, қарапайым қыз болған керек. Бірақ негізі ақшасы бар қыздарға қарайды деген сәл қатты естіледі екен. Соған айтып отырмын ғой. Сол енді сұрақ. Енді жақсы бәрі болып кетіп жатса, сосын көркеммен үйленіп, ертең балалы болып жатқан кезде сразу бір айдың ішінде жұмысқа шығып кеткенді сіз қалай қарайсыз сол жағын? Мен ба? Жоқ, үйлі отыр баламен бір жыл бала жақын болу керек деген. Осы қасиетті ұнады мен. Бірінші үміткер менен сұраған, не істейсің деп ше. Вообще қандай жұмыс істейсің, қалай бағасына мен сұрап Правильно. мен келген кезде айттым, данный момент еш жерде жұмыс істемеймін. Еш жерде жұмыс істемеймін. Данный момент пока проекттің осы жақта Құдай қаласа шығып, үйленгенше мен жұмыс істеймін деген.